Y бөлінген x қатынасына тәуелді болатын біртекті дифференциал теңдеулерді қалай шешеміз? Ол үшін осы қатынасты u түрінде белгілейміз. Ары қарай осы жерден y-ті табатын болсақ, y-іміз u көбейтілген x және екі жағынан туындаламыз. y' тең u' x қосылған u. Мына жерден көбейтіндінің туындысын таптық. Ары қарай осы алмастыруларды пайдаланып есепті қарапайым дифференциал теңдеуге келтіретін боламыз. Яғни x көбейту y' дейді, y' орнына u' x қосу u-ды қоямын, y-тің орнына u көбейту x-ті қоямын. X өзі қала береді және тангенстің аргументінде u. Жақшаны ашамын. X квадрат ux азайту ux x тангенс u. Енді екеуі жойылып кетеді және есепті толықтай x-ке бөліп тастасам болады. Сонда u' x тең тангенс u шығады екен. Ары қарай айнымалысын ажыратамыз, яғни du бөлінген dx x тангенс u. Уларды бір жаққа жинаймын. Тангенс мына жақта 1 бөлу тангенс, ол бізде котангенсі береді. Котангенс u көбейту du және 1 бөлу x dx пропорция бойынша ауыстырдым. Ары қарай айнымалысы ажыратылды, ендеше екі жақты интегралдай берсек болады. Котангенс интегралдан синустың натурал логарифм болып шығады және 1 бөлу x-іміз ln x-ті береді. Және константаны қосамыз ln c. Логарифмнің қасиетіне сәйкес екі логарифмді біріктіреміз. Неге? Себебі негіздері бірдей болып тұр. Яғни ln синус u тең ln cx. Аргументтерін көбейттім. Ары қарай логарифмнің қасиетіне сәйкес тағы да екі логарифм қысқарады. Синус u тең cx. Ары қарай u-дің орнына бастапқы алмастыруды жасаймыз. U деген кім еді? Ол y бөлінген x еді. Синус y бөлінген x тең cx. Сонымен есептің жауабы. Екінші есепте де тура осы алмастыруды жасаймыз. Яғни x көбейту y', u' x қосылған u тең u көбейту x азайту x көбейту енің u дәрежесі. Міне y бөлінген x дейді. Жақшаны ашатын болсақ, мына жер мен мына жер жойылып кетеді. u'(x квадрат тең минус x енің u дәрежесі. Және x-тер қысқарады. Айнымалысын ажыратамыз. du бөлінген dx x минус енің u дәрежесі. U-ды мына жаққа теріс дәрежемен өткіземіз. Яғни 1 бөлінген енің u дәрежесі ол енің минус u дәрежесін береді. du минус өзі қала береді. dx бөлінген x. Ары қарай екі жақты интегралдаймын, себебі уже айнымалысы ажыратылды. Минус енің минус u дәрежесі тең минус ln x азайту ln c. Константаны қандай түрде жасақ та бола береді. Просто c деп жасақ болады, минус ln c, или 2-ден 1 егер есепке керек болып жатса, кез келген өзімізге келетін түрде жазып ала береміз. Минус енің минус u дәрежесі минус ln cx, міне көбейту үшін әдейі минус қылып жаздым. Енді минусқа бөліп тастаймыз. Енің минус u дәрежесі тең ln cx. Ары қарай бастапқы алмастыру жасаймын. Енің минус y бөлінген x дәрежесі тең ln cx. Келесі есеп алмастыруымызды жасайық. Бірден x-ке көбейтемін. Яғни u'(x квадрат қосылған ux азайту y дейді, яғни ux. Одан кейін x қосамын ux-ті және ln. Мына жерден қысқарып кетеді. x-ке бөлсек 1, ал y-ті x-ке бөлсек u болады. Сонымен жойылады x квадрат. X-ті жақшаның сыртына шығарамын. 1 қосу u, ln 1 қосу u. Ары қарай x-ке қысқартқан кезде қарапайым айнымалысы ажыратылатын дифференциал теңдеу шығады. Яғни du бөлінген 1 қосу u бөлшектің бөлінде және ln 1 қосу u екен. Яғни мына жақта көбейтіліп тұрған нәрселер мына жаққа бөлуге өтеді, бөлінген. dx бөлінген x, міне тоже бөлшектің бөлінде dx бар еді, ол алымға барды, x алымда тұр еді, бөлімге барды. Айнымалысын ажыраттым, енді интегралдайын. Мына жерден 1 бөлінген 1 қосу u деген бөлшек тұр. Оның алғашқы функциясы тура мына ln-ді береді. Ендеше мен оны тура сол алғашқы функциямен дифференциалдың астына енгізсем болады. Сонда d ln 1 қосу u деген өрнекті алады екен, түрлендіруді алады екен. Және ln өзі қала береді 1 қосу u. Енді мына жерде не көріп тұрмын? dt бөлінген t. Ал оның алғашқы функциясы неге тең? ln t-ға тең, яғни ln t деп тұрғанымыз ln 1 қосу u. Міне бірінші интегралымыздан осы, ал мына жақтан ln cx. Сының қайдан шыққанын білеміз. ln cx, сырттағы ln-дер қысқарады, сонда есептің жауабы ln 1 қосу u тең cx екен. Және бастапқы алмастыруды жасаймыз. ln 1 қосу y бөлінген x тең cx. Ары қарай мына жерден ықшамдап түрлендіріп жазып қойсақ болады, яғни екі жақты да енің дәрежесіне алсақ. Сонда мына жақ қысқарып кетіп, 1 қосу y бөлінген x тең енің cx дәрежесі. Ары қарай 1-ді азайтып және x-ке көбейтемін. Яғни x көбейту енің cx дәрежесі минус 1 екен. Ақпарат пайдалы болса лайк басып, комментарий жазып, қазақша жоғары математика контентін қолдап кетіңіздер. Ал егер экрандағы пәндер бойынша әртүрлі деңгейлі есептерді мағынасымен жеңіл түсінгіңіз келсе, сізді өзімнің Advanced Maths курсында күтемін. Курс туралы толық ақпарат алу үшін описаниедегі WhatsApp номерге жазыңыз, біз сізге консультация береміз.